тұр уже. Реально айтам, мына жерімде тұр. Сен деген осы өміріңе асыққансың, сен деген осы өміріңді бүйткенсің, сөйткенсің деген сияқты нәрсе да. А то, что я вам показала, ол нәрсе ештемені не значит, да, получается. Значит, сендер просто соқырсыңдар, мәңгүртсіңдер деген сияқты нәрсе ғой. Ал мен ондай адамдарға уже нервым тратить етіп, мына жерде тұр. И поэтому мен үстіп сторисқа шығуды жөн көрдім да, былай айтқанда. Не тұрып алдың сен? В общем, сол барлықтарың айтатындарың бір нәрсе, сөйлейтіндерің бір нәрсе, сайрайтындарың бір нәрсе деген сияқты. Мен уже білем кімнің қандай реакцияда тұрғанын, мынау көтін ашып бірдеме болып жүрма деген сияқты нәрсе айтып жатсыңдар ғой. Айналайындар, мен сонда жылап, көзім сықтап, ісіп отыра беруім керек па? Ойбай, менің басқа өмірім жоқ деген сияқты содан ғана тоқтап қалып, делать мен не хрен. Менің мына сөздерім кімге жақпайды, мен ешкімді ұстап тұрған жоқ, мен барлығына білесіздер, как она есть, бәрін көрсететімін. И осы жолы то же самое істеп отырмын. Маған қазір, ойбай, сен осындай екенсің ғой, значит, өзінен бар деп айтпай қойыңдар. Мен ешкімге ешқашан боқтамағам да. Сол себепті өйтіп айтпай қойыңдар, маған вообще айтпай қойыңдар. Ешкімнің бетінен алып, төсінен шауып, боқтап, жер-жебіне жеткізіп, өйстіп отырған жоқпын мен, в отличие от некоторых тиш. Сол себепті маған өйтіп айтпай қойыңдар. Еще мен страницама келіп айтқанда менің үйіме кеп, мен өзіме ережелерін жүргізбекші ғой да. Офигевшие все. Кішкене арттарыңа байқап сөйлеңдер. Каждыйыңды сотқа берем бар ғой тұрған жерлеріңде. Қайырлы таң, қалайсыздар? Біз қазір Қырғызстандамыз, Бишкек қаласында. Кеп қалдық. Бүгін Оркаға операция жасайтын болады. Сол операцияның поддержка ретінде Бота екеуміз келдік. Қасында желеп жебеп жүреміз десек. Ал сәтті өтсін деп қойық операция. Рахмет. Ақша салып жүресіз ба? Ақшадан қап берде? Ой, сет ұстамай қатып бір бычыт болып отыр, короче. Түсінбедім, құшет нақыл дейсіз? Сет ұстамай қатып бычыт болып отыр деймін. Тәте, келдік, нормально бәрі, ойнап айтам. Келдік, бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Енді ақша сұрап атсың. Прикол ұстап отқан. Прикол. Ой, албас адам зәнесі шырмай, не? Ештеңе. Кеттім, қар жауып, жаңбыр жауып атыр деген. Жаңадан үйленген Данияр Алтен деген бұрынғы қатысушыны білесіздер. Сосын Бексұлтан үшеуміз баняға түскенбіз. Сторис саламын деп ұмытып кеттім, даже әңгімелесеміз деп ше. Сонымен жақсы болды, әңгімелесіп. Енді баня онша күшті емес, бірақ бірге жолыққанымыз күшті болды да. Қайыр қойыңыз. Түсіріп жатыр. Жоқ, түсіріп жатқан жоқ. Әдемілеп қайырсаңшы, жоғарға көтеріп. Түсіріп жатсың ба сен? Клеар деп қойсаңшы. Боятся ограбления. Жата қалайық па? Сен на пол десең? Айфон Он подозреваемый. 17 минут. Подозреваемый де. Лежать, не двигаться. Руки за спину, телефон вниз. Полиция болмай қалған полиция. Айфон 17 мен атсаң нормально болады, нет? Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыңдар? Күндерің сәтті, береке толы болсын. Бүгін біз аптаның екінші күні эфирдамыз. Бүгін бір бәлелер былай тұр негізі. Таныстыққа оралатмасақ, бәрі сұрап атқандай, Мерей мен Тимур арағатмас қандай. Бізде бәрі жақсы, керемет арасында болады енді сөзге келіп деген сияқты нәрселер. Барлығы шешілді, барлығы керемет күшті ойдағыдай. Сол үшін уайымдап жатқан жандарға үлкен рахмет. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Кештетіп шықтым бүгін историясқа. Бүгін целый ден үйде жұмыстандым. Бізде кеше компаниямыздың основательмен кездесіп, енді жаңалықтарға толы, Алла қаласа бұйырса аз уақытта білетін боласыздар. Бір емес 7 түрлі табыс көзі и моментально табысты алу үшін айлап, жылдап күтпейміз. Күнделікті табыстарымыз кабинетімізге түсіп жатыр. Ол енді осыдан 6 ай бұрынғы жасаған еңбегіміз, Аллаға шүкір. Міне бүгін қосылған командамызға әрбір партнер табысты болып жатыр. Неге өйткені
бірінің астына бірін адам тіркеп кеткеннен кейін реферальный бонус деген бар бізде. 80% жеңілдікпен алатын эко товарлар бар. Машина жылытып отырған жайым бар. Қазір енді ауыз ашырға баратырмын. Одан кейін маркетке Чемалғанға барып, Дос деген біздің любимый маркет бар ғой, сол жаққа барып, үйге продукциялардың боламын. Шүкір ғой Аллаға. Әрбір күнімізге шүкір. Қазір естіп жатырсыздар, көріп жатырсыздар әлеуметтте қандай жағдайлар болып жатыр. Иран тарапында енді Алла тағала жеңілдік берсін ол кісілерге. Өтінеп болып кеткен кісілер, кішкентай балалар, сәбилер, иманды болсын. Тек дұғада болайық, достар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді жүрегің ауырады, әрине, бірақ қолдан келетін ешқандай шара жоқ бізде. Тек дұға тілейік, дұғада болайық.